Жақсы жаңалық, қазақ елі. Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Қазақстанда сот пен паспорт баж ставкалары өзгереді. Мемлекеттік баж ставкаларына өзгерістер енгізілді. Бұл туралы Қазақпарат мемлекеттік кірістер комитетіне сілтеме жасап хабарлайды. Комитет таратқан ақпаратқа қарағанда, мүліктік сипаттағы талап арыздардан соттарда мемлекеттік баж сомасының жоғарғы шегі белгіленді. Жеке тұлғалар үшін талап қою сомасының 1%, бірақ 10 мың АЕК-тен артық емес. Заңды тұлғалар үшін талап қою сомасының 3%, бірақ 20 мың АЕК-тен артық емес. Сонымен қатар, сот актілерін кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы өтініш хаттар бойынша ставканы қолдану тәртібі өзгертілді. Осылайша мемлекеттік баж мөлшерлемесі өтініш берген субъектіге байланысты қолданылады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.